Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пайдалы қазбалар дегеніміз не? 4-ші сынып жаратылыстану пәні. Бүгінгі сабақта пайдалы қазбаларды сақтау және үнемді қолдану жолдарын ұстанасыздар. Алған нәтижелердің таңдаған формада ұсынасыздар. Бағалау критериялар кеннің не екенін түсінеді, кеннің пайдалы қазбалар қалай өндіретін біледі. Полиметалл, карьер, кен сөзінің мағынасын түсінеді. Металды сақтау үнемді пайдалану жолдарын ұсынады. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын тақырыпқа болжау жасайық. Балалар, суреттерге, заттарға не ортақ деп ойлайсың? Олар неден жасалған? Оларды жасау үшін қандай кенді пайдаланған? Ойланайықшы, балалар. Бәрекелді, керемет. Ал балалар, таныс болайық. Құрамында металл болатын тау жыныстары кен деп аталады. Олар магмалдық тау жыныстар пайда болады. Құрамынан бірнеше металл бөліп алуға болатын кенді полиметалл деп атайды. Металл қайдан алынады? Балалар, кенді көбінесе ашық әдіспен карьерден қазып алады. Кейбір металдар терең шатқалдардан алынады. Балалар, ендеше тапсырма, мәтінді түсініп іште оқу, маңызды тұстарын табу, мәтін бойынша 2 сұрақ құрастыру. Дескрипторға сүйеніп отырып жасаймыз. Тапсырманы дескрипторы мәтінді іште оқиды, мағынасын түсінеді, маңызын біледі, мәтіннен 2 сұрақ құрастырады. Керемет, балалар. Дескриптор бойынша тапсырманы орындадық деп ойлаймын. Ал ендеше сұрақтарымызды маңызды жерлерін салыстырып көрейік. Тапсырмамыздың жауабы маңызды жерлер құрамында металл болатын тау жыныстар кен деп аталады екен. Ал сұрақтар 2 сұрақ құрастыруымыз керек болатын. Соның бірі құрамынан бірнеше металл бөлініп алынатын кен қалай аталады? Балалар, полиметалл деп аталады. Ал екінші металлды алу үшін оны арнайы қандай пештерден балқытады? Өте дұрыс. Дона пештерден балқытып алынады екен. Балалар, келесі тапсырмамыз менің ұсынысым, яғни назарымызды экранға саламыз. Экрандағы 2 бос тұрған бағананы толтырамыз. Біріншісі металды сақтау және металды үнемді пайдалану. Тапсырманы дескрипторға сүйеніп отырып жасаймыз. Дескриптор металды сақтау бойынша өз ұсынысын айта алады. Металды үнемді пайдалану бойынша өз ұсынысын айта алады. Іске сәт, балалар. Бос тұрған бағананы өз ұсынысыңызбен толтырамыз. Керемет, балалар. Ендеше менің ұсынысымның тапсырмасының жауабы өз ұсыныстарыңмен бірге салыстырып қараңыздар. Металды сақтау, металл су тисе тот басып қалады. Сондықтан су тимейтін жерге қою керек. Металл табиғаты кез келген зат таусылады. Сондықтан бағалы металды ретсіз пайдаланбау керек. Балалар, металды үнемді пайдалану, металды үнемдеу үшін қоқыс қажет емес. Металды тастамау керек. Пайдаға жарамсыз металды металл жинайтын орындарға өткізу керек. Металды өткізсең, сен де табыс аласың. Керемет, балалар. Бүгінгі сабағымыз кенді пайдалы қазбалар дегеніміз не? Енді бүгінгі сабақ барысында біз өз мақсатымызға жеттік деген ойдамыз. Яғни пайдалы қазбалар сақтау, үнемдеу жолдарын алған нәтижелеріңді өз формалардан толтырып кететін тапсырмалар арқылы орындап шықтық.
Ендеше сабағымызды қорытындылай келе кері байланыс берейік. Кері байланыс 5 бармақ тәсілі. Барлығын түсіндім, енді түсінемін, келемін, түсінбедім, осы кестені толтырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деп ойлаймын, балалар. Сау болыңдар.